сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 117-ші сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырмаға назар салайық. Мәтінді тыңда. Асқардың жауабымен келісесің бе? Өз пікіріңді айт дейді. Ал мәтінді бірге оқиық. Менімен бірге оқып отырыңдар. Арайдың сұрағы таусылмайды, ал Асқар жауап беруден шаршамайды. Бірден кейін неге келеді? Олай болмаса шадасып кетеміз ғой, дейді Асқар. Арай сұрақ қояды екен. Бірден кейін неге екі келеді, дейді. Асқар, олай болмаса шадасып кетеміз ғой, дейді. Асқар, ана бұлттарды қарашы. Bir жағы әппақ, bir жағы онша ақ емес екен. Кір. Аспандағы топыраққа тиіп кеткен бе? Дейді. Асқар езу тартты. Аспанда топырақ болса, басымызға төгіліп кетпей ме? Дейді. Сосын, топырақ жерде ғана болады. Әне, қарамайсың ба? Бұлттардың еш жағында жер жоқ. Оны көру үшін ұшақпен ұшып бару керек, дейді. Ал бала, сендердің ойларың бойынша Асқардың жауабы дұрыс па? Келісесіңдер ме? Өз пікірлеріңді комментарийға жазып кетіңдер. Келесі астындағы тапсырмаға назар салайық. Мәтіннің соңғы бөлігіндегі алғашқы және соңғы сөйлемді көшіріп жаз. Етістікті тауып қай ұшақ түрлерін ажырат, дейді. Бұл жерде балалар былай болады. Арайдың сұрағы таусылмайды деген бұл. Етістік не істейді деген бұл жерде міне не істеу керек. Үстіне сұрақтар жазып қойдым. Келесі тапсырмаға. Мәтінде қандай сан есімдер кездесті, дейді. Бұл жерде балалар қандай бізге сан есімдері кездесті? Дара, иә балалар, дара сан есімдері. Екен бізде көп күрделі деген еді. Көп қой, енді бізде 2-1 деген ғана кездесті. Сендер байқадыңдар ма? Қандай сан есімдер бар екен, дара? Балалар, кешінде бұл жерде сан есім, мен сын есімде жазып қойыппын. Кешінде сан есім көп кездесті, е? Ал енді келесі тапсырмаға назар салайық. Жаңағы бірінші тапсырманың жалғасы. Міне, берілген сөздерді қарсы мәнді сын есімдермен толықтыр. Міне, кір деген таза деген болады. Әппақ қара немесе кір. Әппақ кір немесе болады. Ал көңілді көңілсіз. Келесі балалар екінші тапсырма мәтінді оқы дейді. Ал оқиық. Талап. Кеше мәшинемен аулаға теңіздің ақ қиыршық құмы төгілді. Қатар үйілген төмпешік құм жоталанып жатыр. Балалар көшеден бері мәз-мейрам. Кешеден бері. Шымыр денені пысығы кішкентай нұрталап. Таудай құмның бауырында екі ғарыш кемесі тұр. Біреуінде сұңқар, екіншісінде аққу деген жазу бар. Кемелердің бүйірлері күнде шағылысып жарқ етеді. Нұрталап, Қаматов, қайсың деп сұрады арнаулы балқылдау аппаратында отырған Задагүл. Мен, деді үстіне ғарышкер киімін киген өткір көзді қара бала. Дәрігер ғарышкердің жүрегін тыңдап тынысын байқады. Сонан соң ауланың ортасындағы әткеншекке айналдырып сынады. Нұрталап сыннан бегетсіз өтті. Жарайсың, деді Задагүл. Қандай қиыншылық болса да төтеп бере аласың. Нұрталап дәрігердің ақыл кеңесіне дән риза. Екі езуі екі құлағында масаттанып тұр. Достарымен қоштасқан соң ғарыш кемесіне мінуге оңтайланып еді. Нұрталап деген дауыс естілді. Ол жалт бұрылып, «Ау, мен мұндамын», деді. Анасы балконнан қарап тұр екен. «Мектепке баратын уақытым болып қалды. Үйге кір. Жуын. Тамақтан. Бол, тезірек». Нұрталап
шешесінің шақырғанына қынжылап қабақ шытты. Мұны байқаған Задагүл: «Жарайды, бүгін демал, ертең міндетті түрде ұшасың» деді. Нұрталаптың жүзінен қуаныш сәулесі жарқ ете қалды. Сағындық Тұрдалиев. Мәтінді оқығанда қандай сезімде болдыңдар және мәтін мазмұны қандай? Яғни мәтін мазмұны бір Нұрталап деген балаға Задагүл деген бір қыз айтты: «Қайсың Нұрталап деген» депті. Оны сынақтан өткізіп оны істепте, ғарышқа ұшуға дайындап, істепте балалар. Енді астына тапсырманы назар салайық. Мәтінге жоспар құрып мазмұндама жаз дейді. Жоспар енді біріншісінде және мен мазмұнға кеткенде мазмұнға сүйеніп, енді жоспар өздерің құрыңдар. Келесі балалар, бұл 28 сабақ, оны ертең өтеміз. Балалар, бұл сабақ аяқталды. Назарларыңа рахмет. Бұл 28 сабақты ертең өтеміз. Ал ендеше сау болыңдар. Сабаққа қарағандарыңа, қатысқандарыңа көп рахмет.